Шынжыңға келдік. Кеше Астанадан ұшып, Алматы арқылы Гуанчжоуға тікелей рейс бар. Гуанчжоудан түскеннен кейін пойызбен Шынжыңға жеттік. Келе салысымен жергілікті номер алу керек болды, өйткені қазақстандық роумингтар біріншіден қымбаттау, әрине екіншіден ол барлық жерде бүкіл қосымшалар жұмыс істей бермейді ондай жағдайда, сондықтан жергілікті номер алу керек. Бірақ жергілікті номерді алғанның өзінде де интернет кеңістігін көбіміз пайдаланатын қосымшалар жұмыс жасамайды. Сондықтан VPN орнату керек, а VPN-ді Қытайға келмей тұрып орнатып алған дұрыс. Біз Астанада болған кезде VPN орнатып алдық. Бір қолайлығы біздің Каспийде Alipay Plus деген қосымша бар үстінен. Сонымен барлық жерде төлей беруге болады. Сол Каспий арқылы төлеп жатырмыз, өте қолайлы. Сол күнгі курспен ала береді. Өзіміз білетіндей, Шынжың бұл Қытайдың Силиконовый долинасы. Бұл жерде үлкен технологиялық гиганттар орналасқан, Tencent сияқты. Енді тағы да бір үлкен компания ол DJI. Сол қазір DJI-дің Шынжыңда орналасқан ең басты дүкеніне барып көреміз. Сол үшін метроға түстік. Біздің қонақ үй ол Дамэйша деген жерде. Сол Дамэйшадан қасындағы Дамэйша станциясынан аз орталық Футянға түсеміз. Сол билетті қазір осындай терминалдан сатып аламыз. Бізге қазір баратын жеріміз біздің қазір менеден байқайын. Татрайка. Қытайдағы ең қолайлы қосымшалардың бірі, навигацияны жақсы көрсететін Gaodu D2 дейді. Сол Gaodu D2-ді ашып, баратын жерімізді мына жерге жазамыз. Біздің барғымыз келіп тұрғаны DJI Шынжың Flagship Store дейді, DJI Dajang. Осыны таңдаймыз. Сосын Road дегенді басқан кезде көрсетеді мысалы. Subway First деген етсек, бізге 2 және 9-шы тармақ керек. Біздің ең соңғы баратын аялдамамыз Шынжың Bay Park Subway Station дейді. Біз Каспиймен төлеп көрейік. Бізге мына жергеден бару керек. 3 билет деп таңдаймыз. Арғара. Каспиймен төлеп көрейік. Міне Каспий шықты. Alipay-ға енгізілген. Төледік. Енді өзіміздің кодты жаза саламыз. Пин кодымызды. Төленді. Сообщение келді. Каспийден. Мына жерге осындай жетондар түседі. Осы жетондарды аламыз да қазір өтеміз. Қытайда барлық метроды кіргенде міндетті түрде неден өткізеді, рентген скандап өткізеді. Сумкалардың барлық метрода кірсеңізде, енді аэропортта онсыз да темір жолдарында барлығында салған. Осындай жерге скандап өткізу керек сумканы. 你好，那个也是可以吗？这有护照啊。好的。好，谢谢。Енді өттік, сумкамызды тексерткізіп. Енді ары қарай кіреміз. Жаңа кірген кезде жетондарды тигізіп қана кіреміз. Арукан, сен өте ғой. Мен түсіріп тұрмын ғой. Қазір, өттік. Қазір мен өтем. Жетонды жоғалтып алуға болмайды. Өткен шығатын жерге енгізіп кету керек қайтадан. Мынау метро іске қосылғаны 23 жылы қосылған іске. Сондықтан жап-жаңа. Жалпы Шынжың қаласы енді жаңа қала ғой. Сондықтан бұл жерде бүкіл жаңа инфрақұрылымдары, үйлері барлығы жаңа. Қытайда метролардың жол жүру ақысы оларына тұрақты емес. Баратын жердің алыстықтарына байланысты бағалар өзгеріп отырады. Біз өткенде отырғанда
3-4 аялдамалық жерге 3 юан алған болатын бір адамнан. Қазір біз баратын жер 1 сағаттан астам жүретін жер алыс. Әрқайсымызға 8 юаннан. 3 адамға 24 юан төледік. Метролар қауіпсіз, былай келген кезде қосымша бер жағында есік болады. Сол ашылғаннан кейін ғана ар жағында метроның есігі ашылады. Солай ғана кіресіз. Қауіпсіз, балалар құлап кетеді деп қорықпайсыз. Біздікі соңғы аялдама, сондықтан бос келді. Мынау қазіргі аялдама, Дамайша біз отырған. Қазір қозғалғанда келесі аялдаманың қандай екендігін көрсетеді. Келесі міне Янтианши деген аялдама, 8-ші тармақ метроның. Метролар су жаңа. Келетін жерге келдік. Қазір бағана жетондарды осында саламыз. Аяқ тәтір, қайсы жерге? Осы жоқ қой, Біз Шынжындағы DJI компаниясының бас дүкеніне келе жатырмыз. DJI компаниясы әлемге танымал компания. Мендегі мына қазір түсіріп келе жатқан камера, экшн камерада DJI осыма. Микрофонда да DJI. Сен қазір дрон байқамақшымыз бұнда кеп. Бұл компания енді әлемдегі дрон өндіру бойынша үздік. Қателеспесем, әлемдік дрон нарығының 70-80% осыларға тиесілі. Жалпы мына видео контент жасайтындар үшін қажетті құралдардың барлығын шығарады. Микрофоннан бастап, камера, дрон, стабилизатор. Тағы не керек? Соңғы жылдары бұлар аграрлық салаға да арнап дрондар шығаруда. Міне бас ғимараты. Заманауи сәулет үлгісінде салынған. DJI Hasselblad дейді. Hasselblad дейтін себебі DJI компаниясы қателеспесем 2017 жылғы дейін осы швециялық Hasselblad компаниясының акцияларын сатып алған болатын. Hasselblad компаниясы ол орта форматты фотоаппарат шығаратын компания. Бұлар фотоаппараттар өте қымбат, өйткені өте сапалы шығарады, әсірелесі линзалар, объективтер. Міне менің қолымдағы Action, Osmo Action Pro. Бағасы қаншадан? 260 юань. Мынау жаңадан шыққан, биыл ғана шыққан арзан дрондардың бірі, Flip деп аталады. Бағасы қанша болып тұр? Тек дронның өзі 2800 юань деп болып тұр ғой. Қазір Қазақстанның ақшасымен жаққан кезде 72 теңге 1 юань. Яғни осы сандарды 72-ке көбейту керек. Мынау жаңадан шыққан, ең соңғы шыққан DJI Mavic 4 Pro деген. Мыналар телефондарға арналған стабилизатор. Osmo Mobile 7 жеңілдетілген түрлері. Нағыз видео контент жасайтын блогерлер үшін ең жақсы көретін камера. Osmo Pocket 3. Бағасы қанша? 3500 юань. Мынау Avata 2, жаңағы FPV дрондар. Мынау аграрлық салаға арналған дрондар екен. Яғни өзінің салмағы 20 килограмм, 25 килограммға дейінгі сұйықты құйып алатын багы бар екен. Мынау енді ең үлкен түрі. Т60 деген. Салмағы 50 килограмм дейді, 60 килограммға дейін сұйықтық алып шалады. Ауыл шаруашылығымен айналысатын адамдар үшін тамаша. Егіс алқаптарын тыңайтуға өте қажетті дүние, бірақ енді бағалары да қымбат шығар оны. Мына жерде дронды бөлшектеп тұрып көрсеткен.
қандай бөлшектерден тұратындығы ілініп тұр. Matrix 350 деген дрон. Соның барлық бөлшектерін сақтап отырып былай іліп қойған екен. Тамаша көрініс. Қазір енді осы арадан дрон сатып алып көреміз. Менің көздеп отырғаным DJI Mini 4 Pro деген. Жеп жеңіл, өйткені салмағы 250 грамм ғана. Көп мемлекеттерде 250 граммға дейін тіркеуді қажет етпейді. 我想买这样的跟普通的遥控器的。您要这个版本啊，标配的，对，一个电池的哦。一个电池哦，还有加一个电池。对，如果是你要3个电池，只有这个版本才。这个电池我不要了，就是这个，只要这最个便宜的，然后一个电池。你要自己再单买一个电池。对，这样的可以吗？当然可以啊。多少钱呢？那现在是原价是这个4788，现在有优惠，优惠完是4309啊。对，4309。一个电池的价格是多少钱？一个电池的话，我们一个是标准电池的话是399一块哈。这标准的我不要的。对，399。啊，399。然后优惠完价格再加上399都是4708。对，人民币。人民币的。对，您在哪里玩？在哈萨克斯坦。啊，哈萨克斯坦。对，我是外国人。OK， 那边没有禁飞哈。我觉得没有啊。因为有些国家它是有一些限制，但是有国家是没有的。Қазір мына жігіт маған ұшыруды үйретпекші. Өйткені бұрын дрон пайдаланып көрген жоқ. Бірінші рет ұшайын деп отыр. Ұшыру үшін екінші қабатқа шығу керек екен. Сол екінші қабатқа қарай алып бара жатыр. Қазір екінші қабатқа барып ұшырып көреміз. Далаға шығып ұшырады екенбіз. 起飞的话，这里可以有个向起飞，点一下给它。这会提示可能需要你长按起飞，我们长按一下。OK， 哇。OK， OK， 好。您可以试一下可以试一下左飞，对，左飞，是右飞，右飞，对，长按OK。 үйге қайтатын кнопканы басқанда өз белгілі бір биіктікті алады екен да. Жаңа ұшқан жерден қайтып келе жатыр. Дрон жоғалмайды да, жақсы. Алысқа кетіп қалса баса саласың осы кнопканы. Өзі келе жатыр. The oven is automatic. Окей. Жаңа әнеуір жерден ұшқан. Енді арасы 1 метрде ғана. Сонда ұшқан жеріне келіп қонып отыр. OK， 很简单的，是吧？很简单。对，那我们下去了。我买一个。好，我们下去了哈。好了。好。DJI сатып алдық дрон. Не? Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда арзан шықты. Оның үстіне қазір мынау Mini 4 Pro деген алдым. Ол енді қашан 23 жыл шыққан модель ғой. Жақында сентябрьге қарай 5-ші шығады екен, жаңа Mini Pro 5 деген. Сол үшін қазір скидка жасап сатып жатыр. Әжептәуір арзан берді. 300 Қазақстан теңгесімен 310 мың ба, 320 мың ба сондай. Шынжындағы Коко Парк деген сауда орталығы. Сол жерге келдік. Метроның станциясынан шыға салғанда бірден кіріп кетеді екенсің ішіне. Қытайдағы ең танымал кофе осы екен, Luckin кофе деген. Бұл жақта Starbucks көп алмайды деп, қазір Luckin кофеден капучино алып ішіп көрейік. 你好，这cappuccino有吗？有。你想怎么付？你是阿里 pay 吗？阿里配有啊。还是现金？一杯可以吗？一杯。对，要不行。卡布奇诺只有热的。热的，对，热的。你需要糖吗？一点点。一点点。对，微糖。好，谢谢。дәмін татып көрейік. Біздің Астанадағы істейтін кофелердің қанша айырмашылығы бар екен.
Дәмді? Ешқандай айырмашылығы жоқ былай қарасаң. Кішкене ғана жаңа сироп қосты ішіне. Шынжындағы екінші күн. Бүгін қала жаққа түспей қойық деп ойладық. Өйткені кеше өте көп жүріп қойдық қой деймін. 22 000 қадамба жасаппыз. Аяғымыз ауырып қалып. Бүгін енді асықпай тұрып, бұл жерден шай тамақ ішіп алып, сосын күні бойы жағажайда жатпақшымыз. Біздің тоқтаған жеріміз Дамайша деген, ол Шынжындағы сол жағажайлар. Бұл жерде екі бар, Дамайша және Сяомиша деп аталады. Сол Дамайшасы қалаға жақындау тұсы. Сол жағажайдың дәл қасында тамақтанатын жерлерде көп, және суға түсу үшін қажетті керек жарақтардың барлығы сол жерден сатылады. Сусындар, суға қажетті шомылатын киім, кешек, қалпақтар бәрін сата береді. Бұл жерде тамақтың барлық түрлері бар. Жалпы Гуандоңның тағамдары жақсы екен, қатты ащы емес. Тамақ ішу үшін бір кішкентай қытайлық асханаға кірдік. Тағамдардың түрлері негізі қатты ащы емес, қызанақ қосып қуырылған жұмыртқа. Тапсырыс бердік. Асымызды алып келді. Бірақ қуырылған дегенде мынандай қуырылған емес. Помидорның суы шығып тұр. Оның үшін Қазақстан. Қазақстан. Хагон. 但是你们不像中国。像中国人是吧？我们也是亚洲人嘛。亚洲人。所以我们像中国人。Сен қай жақтасыңдар деп сұрап отырды. Қытайлар ұқсайды екенсіңдер дейді тұрмын. Қытайда асханаларда тамақ ішіп болғаннан кейін официант шақырып, чек сұраудың қажеті жоқ. Алыстан айғайлап айта салады бағасын. Сен төлейсің де жүре бересің. Әтеге тоғай чаңла. Бер шарқа, төлейм. 104. 4，对，我明白了啊。04，对，好的。мына жақта кішкене адамдардың акцент бар да, өйткені мысалға жаңа ш деген негізі 10 деген сөз қытайша, 4 ол с. Ана кісі маған айтты да, ибайлин с дейді, ш дейді да. Соны түсінбей тұрмын, 104 деген шықты. Қазір мысалға мен мына жерден скан жасай салам. Бағасын жарамыз. Төлей саламыз. Оплатить. Біз Каспиймен төлеп отырмыз ғой. Енді тыңдасаңыз да. 银行支付码收款100元4元。我就是你那个页面上面的这样的。Айтып тастады. Осындай нөмірлі. Жаңағы 4-ші столда отырған адамдар 104 юань төлейді деп болды. Официант бізге келген де жоқ. Ешкім чек берген де жоқ. Осылай бәрілер төлеп жүре береді екен. Бүкіл магазиндерде де солай. Өте қолайлы. Осыны алсын ба? 이거多少钱呢？ 12块。12元。 12元是吧？이게 басқа шашқа тағатын ба екен? Шынжында жағажайға келген кезде негізінен андай демалыс күндері келмеуге тырысу керек.
дейді. Жалпы өз жергілікті адамдар айтады, сенбі жексенбі күндері адам өте көп болады екен мына жақта. Егер де шынында жағажайға келетін болсаңыздар, соны есте сақтау керек. Демалыс күндері емес, керісінше сол жұмыс күндері келген дұрыс. Жағажайға келдік. Құмы опса әдемі. Адам негізі көп емес сияқты бүгін. Жұма күн болғаннан кейін. Қазір сағат түскі неше болды? Түскі 1 болды. Түскі 1 болса дәл ешкім келген жоқ. Жағада адамдар аз. Бірақ мереке күндері 1 мамыр. Бұларда қандай күн өшеді? Еңбек күндері өшмеді сондай. Сол кезде бір дронмен түсірген видеосын көргенде ине шаншар жер жоқ қой бұл жердегі адамдар. Қазір адам аз. Былайша айтқан кезде өте жақсы да, мысалға Шынжың қаласы жалпы айтып отырмыз ғой, технология орталығы үлкен өндіріс болмаса да, енді заманауи экономикасы бар қала, бірақ дәл қаланың шетінде осындай жағажайы бар. Демалыс күндері келіп демалуға болады. Біздің тоқтаған қонақ үй мынау. Аты қалай еді құдай? Килинляң Мыңжиудян деген. Жап жақын, жолдың ар жағында ғана. Мына жерде машина жол өтеді. Жағаға дейін 200 метр ма, сондай ғана. Өте қолайлы жерде орналасқан, әдейі таңдап алдық. Бағасы да сондай қатты қымбат емес. Бір түнге қанша? Бір түнге 25 мың теңге шықты ғой деймін. Сол 3 қонаққа алғанбыз. Жағажайға келгенде ұсақ-түйек заттарыңызды қалдырып қоюға болады, осындай қоймалар бар. Мына жерде үстінде егер де үлкен заттар болса, оны былай қарай 20 метрде жүрсеңіз үлкен заттар қоятын қойма бар дейді. Басқа кішігірім заттарды осында қалдыра береді, яғни күніне 25 юан дейді. Яғни мына жерде жаңа WeChat-пен скандап. Соның үшін өзіңнің телефон номеріңді енгізесің. Сол WeChat арқылы жасалады барлығы. Жағажайға өткен кезде осылай жаңа аяқ киімдеріңізді қалдырып, арға жаңа тәпішке киіп алып бара беруге болады. Бейне бақылау камерасы бар, яғни қауіпсіз екендігі жазылып тұр. Тек өзіңіздің құнды заттарыңызды өзіңізбен алыңыз деп ескертіп қойыпты. Жағажайдан шыққаннан кейін аяқты шайып алуға болады. Жағажайдан кейін бөлмеге барып жуынып шайынып алып, қонақ үйден шықтық қайтадан. Мына Дамыйшадан кейін Сяумиша деп аталатын келесі жерде бір не бар екен? Маяк. Сол жаққа келдік. Табиғат әдемі екен, біздің мына Бурабайда жүрген сияқты көл жағалап. Теңіздің шетіне қарай салғанда осындай жаяу жүргіншілер жолымен жүріп келе жатырмыз. Нағыз Golden Hour'ды ұстап, қазір фотоларға түсеміз. Сол маякқа барып жатырмыз. Мына жерде яхталармен келіп біреулер демалып жатыр ғой деймін. Оның ары жағы крандар тұр, үлкен порт болу керек, контейнерлер түсіріп артатын. Осыдан алай ана ұсақ таулардың ар жағы ол Гонконг. Гонконгқа да баруға болады біздің қазақстандықтар үшін. 15 күн бай визасыз. Бірақ біздің жоспарымызда ол жоқ. Мына жердің ауасы керемет. Судың иісі шығып тұрады. Адамдар мына жерде балық аулап жүр. Ана жерде do not fishing деп тұр ғой. Бірақ балық аулап жүр адамдар. Сүңгіп жүр кейбіреулер.
Біздің іздеп келе жатқанымыз осы маяк болатын. Жеттік әйтеуір. Біраз жаяу жүру керек екен. Қазір істей ме екен, істемей екен белгісіз, істейтін шығар, мүмкін түнде жағатын шығар. Жалпы шынжында көретін жер көп екен, былай қарасаң. Иә. Андай супер заманауи мегаполис. Қасында енді пляж да бар, иә, мысалы жағажай да бар. Онандай көрікті орындар бар, теңіз. Табиғаты жақсы жер екен негізі. Мыналы қалауаға үйреніп кеттім бар ғой. Мен үйреніп кеттім. И вообще, по идее, маған прям қатты дискомфорт болған жоқ. Бүгін былай қарасаң 30 неше градус болды? 32 ме, 33 градус болды. Бірақ сондай қатты неткен жоқпыз, иә, андай. Күнге күйгенде жоқпыз бір жағынан. Xiaomiша негізі бұл жаңа районға дейін дамып жатқан. Мына жаққа қарасақ дәл қасымызда. Мынандай қонақ үй салынып жатыр, әлі аяқталмаған MGM деген. Оның қарама қарсысында жолдың бойында мынадай бір ғимарат түсініксіз не екен. Бұл да аяқталмаған сияқты, барлық жерде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ар жағынан да биік көп қабатты үйлер. Негізі Xiaomiша, Dameishадан кейінгі сол Xiaomiша болашақтағы қымбат элитный райондар болатын сияқты. Барлық жерде құрылыс жұмыстары. Xiaomiшаның шынымен де жаңа район екені көрініп тұрды, өйткені мынау метроның ең соңғы аялдамасы 8-ші тармақ. Бір адам жоқ. Бағана келе жатқанда да адамдар жоқ болды метроның ішінде. Мен кетейік деп метроға түсіп келе жатырмыз. Адам көрінбейді. Алдымызда да, артымызда да адам жоқ. Мына Шынжындағы ең үлкен электроника дүкені. Міне Хуатяң Тяньзишиде дейді, Хуатяңның электроника әлемі деген. Фото, видеомен айналысатын адамдар ең жақсы көретін қытайлық бренд Godox, қытайша Shenmue деп аталады екен ғой. Бұл жерде видео жарықтар, вспышкалар, солар өте танымал. Мынау да танымал қытайлық бренд Viltrex деген. Бұларға соңғы кезде объективтер шығаратын болды, жақсы сапалы объективтер. Бұлар сосын жарықтар да шығарады, видео жарықтар, сонымен қатар камераның үстіне қоятын мониторлар шығарады. Nisi дегенде қытайлық бренд жақсы. Бұлар фильтрлер шығарады, ND фильтр, CPL фильтрлер шығарады. Фото-видео техникаларға арналған. Өте сапалы брендтердің бірі. Бұл жерге алатын нәрсені алдын ала қай жерден не алатынын біліп келмесем қиын екен. Мен іздеген дүние мен негізі андай бір спецификалық дүниеде андай дронның камерасының линзасының аузына жапсыратын ND фильтр деген дүние болады, соны іздеп едім, таппай қойдым мен іздеген. Андай DJI-дің өзінің оригиналдары бар, ол енді ол қымбат 30 мыңдай тұра ма сондай. Мен андай отделкаларын іздеп едім, таба алмадым. Бірақ Қазақстанға барғаннан кейін Пиндодадан тапсырыс беріп осы Қытайдан қайтарып аласыз ғой. Другая же? Анда сенде 5 түрлі болып шықты ғой, не? Нет, не похоже вроде, да? Нет, другая. Жоқ, көзі ашық, ананың көзі жабық, қарасаңшы. Может, это просто обычная карта? Наверное. Наверное, так. Бәрін қорап лақтырып тастайсың ба? Қай жағына поставить? Ана беткен стрелка тұрса, шпыршысы recycle деген. Онда саласың? Бәрін жабыстырасың? Я Зу-зу өтіп зәреңді ұшырады, алды артынан. Нағыз орталық екен көрінді, біз жатқан жаққа қарағанда адам кетіп өтіп кетейік ары қарай. Мына жерде соғылмасақ жарайды бірдеңеге.
Әке жүр. Арго. Доставка грузов в России быстро, дешево, таможня. Яғни осы арадан электрондық заттар алсаңыз тура жіберуге болатын болып тұр ғой. Ресейге жіберетін болса, Қазақстанға да жібереді ғой. Енді Хуачанбейден ары қарай Шэньчжэннің көне қаласы орналасқан жерге бармақшымыз, тарихи орынға. Сол үшін бірінші номерлі метроға отырып, сол жаққа жол жүріп деп отырмыз. Нантоу көне қала деген бұл енді Шэньчжэндағы жалпы Гуандун провинциясындағы ең көне қоныстардың бірі. Оның себебі біздің заманымыздың 331 жылы қаланған. Бұл енді қазір тарихи орын болып қалып отыр. Өйткені Шэньчжэн қаласы жалпы нағыз заманауи мегаполис қой мысалы. Сондықтан бұлар өздері тарихи орындарын сақтап қалу үшін осындай орынды мемлекеттің қорғауына алған. Бұның ішінде енді заманауи әртүрлі дәмханалар, кофеханалар, әртүрлі шопинг жасауға арналған дүңгіршектермен қатар сол бұрынғы қоныстардан, үйлерден қалған нелерін реставрациядан өткізіп, сол бұрынғы стильдерінде сақтап қалған. Соның ішінде енді мұражайлар да бар, әртүрлі тарихи сыр шертетін орындар бәрін көруге болады. Жалпы Қытайлар өздерінің осы Апин соғыстан кейінгі Қытай Халық Республикасының құрылғанына дейінгі уақытта өздері Қытайға тарихының қорлық ғасыр деп есептейді ғой. Сондықтан бұлар өте анандай Қытайлардың жанына қатты бататын тарихи кезеңдердің бірі осы. Өйткені батыстық алпауыт державалар, Франция бар, Британия бар, және Ресей де соңына қосылып, осы Қытайдың Чин империясының құлауына әсер етті ғой. Жартылай отарға айналдырды. Тең құқылы емес келісімшарттардың нәтижесінде Қытай өзінің порттарын, нарықтарын бәрін ашып берген. Жартылай отарға айналған кезі ғой. Сонымен енді тарихын халық ұмытып қалмасын деп осындай мұражайлар ашып қойды. Шыны керек, дәл осы өңірден басталды ғой, Апин соғыстары. Және қазір Шэньчжэн қаласы бұл заманауи мегаполис. Заманауи мегаполис болғаннан кейін әрине ескі бұрынғы көне құрылыстардың барлығын сырып тастай салады енді. Сондықтан осы өңірді жаңа мына өзіміз келіп жүрген Нантоу, осы Нантоу аймағын осы Қытайдың жәдігер ретінде, тарихи жәдігер ретінде мемлекеттің қамқорына алған. Сол мына бұрыннан қалған орталықтарға ішінесі музей ашып, сол халықтың келуіне, тамашалауына жағдай жасап қойған екен. Соны аралап шықтық. Жалпы бұл қоныстың тарихы 1700 жылға дейін созылады. Әр кезеңдерден маңыздылығы артып отырған. Жалпы мына Цин династиясы кезінде бұл өңір Қытайдың сауда-саттық бойынша оңтүстік Кавказы есебінде болған, соның орталығы осында болғаннан кейін, жалпы сол Мин династиясының соңғы уақыты мен сол Цин династиясы кезінде осы қабырғаларды тұрғызып, бекіністер жасап, сондай былайша айтқан кезде администрациялық орталығына айналған болып тұр осы оңтүстік Гуандун провинциясының. Сол қазіргі Шэньчжэн өңірі толығымен Гонконг, жаңа территориялар деп аталатын өңірлер барлығы осы орталықтан басқарып отырған. Яғни былайша айтқан кезде бұл Қытайдың оңтүстік нағыз қақпасы есебінде бұл тарихи орын. Сондықтан Қытайлар тек Қытайлар ғана емес, жалпы шетелдіктер де көптеп келеді екен. Жаңа ішін аралап жүрген кезде шетелдіктер де көп жүр. Нантоу көне қаласын аралап шықтық. Енді Шэньчжэннің басты саябағы Лянхуашан паркіне бара жатырмыз. Сол үшін 12-ші номерлі метроға отыру керек. Шэньчжэннің Футянь станциясы. Мына жерде вокзал бар, темір жол вокзалы. Сол жерге 3 бірдей бағыт келеді. Метроның жер астында қала ғой, аэропорттан үлкен. Не қарасаң, ало жақта не? Шұғыры жоқ.
мына жақта да мысалы кетіп жатыр ол аэропорттан жер астында бүкіл бүтін бір қала бар сияқты. Бұл Футян негізі Шэньчжэннің негізі басты орталығы, сауда экономикалық орталығы деуге болады, әкімшілік орталығы деуге болады. Осы станциядан көруге болатын шығар. Сыртқа шығатын жаңағы шыға беріс кіре берістерінің санының өзі 38 ба сондай. Қаланың астында қала. Қытайдың әжетханаларында мынандай жазып қойды екен. Шаңтен ишаубу вэнмин идабу деп. Яғни кішкентай ғана алға қарай бір қадам, сіздің өркениеттілікке жасаған үлкен қадамыңыз деп. Демек Қытайларда писсуарға дұрыс шаруасын атқармайтын болып тұр ғой. Мына метроға бір кіріп бір шыққан қиын екен. Қазір Шэньчжэнде 34 градус болып тұр, далаға шықсаң ыстық. Терлеп тепшіп метроға түсе қалсаң, бұл жерде кондиционер ұрып тұр да. Сол жерден қабырғаға суық ұстап қалды ғой деймін. Апаларымыз айтып жатыр, шәншу қадалып қалды деп. Сол шәншу қадалып қалды ғой деймін. Футян станциясынан сыртқа шықтық. Паркке қарай бір шақырымда жаяу жүру керек. Міне нағыз қаланың нағыз ортасы. Мынандай биік ғимараттар. Чоңго Тайпин деп тұр. Мынандай ғимараттар. Біраз жаяу жүреміз, әйка. Біраз жаяу жүреміз. Болмаса отырып тамақ жейік бір жерге. Шэньчжэнде жалпы қызық, қандай адамдар көп емес. Негізі халқының саны 18 миллион ғой, ресми деректерге қарасаң. Былай қарасаң, күн ыстық болғаннан кейін шықпай ма, көшеде көп адам жоқ. Былай қарасаң, метрода да прямо нығалып тұрған ешкімді көрмейсің, кептеліп. Қызық әйтеуір, сол жағын түсінбедім. Андай жұмсақ ойыншықтар бар екен, Қытайдың танымал бренді Лабубу деген. Содан біздің қызымыз коллекция жинап жатыр. Көрсетші. Неше түрлі аттар бар ма мындағылар? Есімде жоқ. Есімде жоқ қой? Иә. Осы сияқты бірден 5-еуін сатып алды. Шэньчжэн концерт залы және Шэньчжэн кітапханасы дейтін жерде, Футян районында. Қазір барып көрейік, кітапханаға кіргізер ме екен. Кіргізсе ішіне кіріп түсіп алып, суретке түскенге. Шэньчжэн Тушугуан дейді. Кіргізе ме екен, кіріп көрейік. Кітапхананың ішіне кіргізді. Балаңыздың жасы нешеде деп сұрады. 12 жастан кейін ғана кіргізеді екен. 12 толмаған біздің қызымыз жасы неше дейді. Мен 10-да деп шынымды айтып едім. Шетелге азамат болғаннан кейін қойдым, я кіре беріңіздер деді. Қоғамдық кітапхана кіріп өз-өзіңізге қызмет көрсетуге болады екен. Анандай терминалдардан қандай кітап қажеттіңіз, соған тапсырыс бересіз. Содан кітапты алып, отырып оқып кетуге болады. Не осы кітаптар? Кітаптың атын жазасыз. Іздеп көрейінші, Қазақстан туралы бар ма екен? Бірдеңе. Жай Қазақстан деп қана жаза салдым, көрейік. Қандай қар? Қазақстан туралы біраз кітаптар бар екен. Қазақстан тиінти дейді, Қазақстан экономикасы дейді, Қазақстан Чоң Ядау Шыте дейді, Қазақстан орталық Азиядан әлемге дейін мемлекет басшысының кітабы тұр. Бейжің Синьхуа Чубаншы дейді, 2001 жыл. 4-ші парақты ашып қойын, тағы не бар екен? Чоң Я дейді, жалпы орталық Азия туралы бар екен. Қазақстан, Өзбекстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменстан дейді. Жалпы орталық Азия елдері туралы кітап.
қай жыл шыққан екен иә? Бағасы 58 юань. Басында біраз Қазақстан туралы біраз еңбектер бар екен. Мейго бойынша дейді. Америка әдебиеті, Джунго бойынша Қытай әдебиеті. Бөлімдер. Мына жақтың барлық Қытай әдебиеттер екен. Мына жақта қандай еңбектер бар. Барлық Қытай әдебиеттері. Тамаша, балалар келді. Бір отырып алып, жерге отырып алып, кітап оқып отыр. Жалпы кітапханаға көп келеді. Жалпы Қытайлар ең көп оқитын халықтардың қатарына жатады ғой. Біздің жастар да өстіп кітапханадан шықпайтын болса, тамаша. Оқу залында барлық оқып отыр. Қытайда мектеп оқу әлі аяқталған жоқ. Осы айдың ортасында ма, сол кезде аяқталады. Студенттер де сол шілде айына дейін оқиды. Сол қазір барлығы емтиханға дайындап жатқан болу керек. Бұларда не деген бар ғой? Гаукау дейтіндер. Соған дайындалатын шығар біздің енді сияқты. Ол кез келген жерге оқып отыр. Жерге отырады да оқи береді екен. Баспалдақты бәрі отырып алып кітап оқып отыр. Бірдей киім киіп отырғандар, олар мектеп оқушылары. Мектеп оқушыларының барлығы униформалары сондай болады. Біздің спорттық киімдер сияқты. Соны кие береді мектептің униформасы ретінде. Балаларға арналған ғылыми журналдар. Қытай комикстер ғой деймін. Шэньчжэннің ең басты саябағы Лянхошан паркіне келдік. Парктың ең басты кіреберісі осы жерде. Бұл саябақта жаңа Дэн Сяопиннің ескерткіші бар деген, соны тауып көру керек. Және осы саябақта бар деп естігем, андай дронмен әртүрлі тапсырыстар беріп, соны дрон сізге жеткізіп беретін бір жерлері бар деп, қазір соны іздеп тауып қызық үшін тапсырыс беріп көрейік. Тапсырысты алып келе жатыр. Тоқтайды, қазір ана ішіне кетіп қалады. Қондық, қазір тапсырыс берген адам өзінің номерін енгізеді. Қалдырып кетті. Ұшып кетті қайтадан. Алып, анан қорабын лақтырмау керек. Қорабын өзінің қасындағы жәшікке салып қоясыз. Сосын содан қайтадан алып кетіп, екінші рет оны пайдалануға болады. Осылай өздері тапсырыстарын алады. Қорабын ана неге салып қояды да. Осының артынан екінші рет пайдалануға болады. Эко-френдли бір сөзін айтқан кезде. Бізде тапсырыс беріп көрейік деп, бірақ оған өкінішке орай бере алмады. Өйткені оған тапсырыс беру үшін мына жерде мысалы жазылып тұрды. WeChat-пен нету керек екен. Скан жасап барып, сол кезде меню ашылады. Ары қарай солай тапсыру бере салады. Мен WeChat-қа тіркеле алмай қойдым. Не екенін білмеймін, ары шықып бері шығып болмады. Ана жерде менің номерім басқа бір адамға тіркелген сияқты болып шығып тұрды.
мына жерден қараған кезде ана Нью-Йорктағы орталық паркқа ұқсап кетеді екен да. Нью-Йорк орталық парк досы сияқты еді. Мен келе жатқан кезде маңайымды қоршаған толған небоскребтер, иә, соған ұқсайды. Негізі күн батқаннан кейін шыға бастайды екен адамдар. Жаңа біз келгенде кішкене аздау еді, қазір ақырын адамдар жиналып жатыр. Күндіз өте қатты ыстық. Ана 34 градус болып тұрды, күн шағырайып шығып тұрған кезде мүмкін емес. Оның үшін ылғалды ауамен қаланың ішінде енді жел де соқпайды. Кеше біздің жүрген жеріміз Дамирша жақ қой, енді теңіздің жағасы, сол жақта темізден кішкентай болса да сәл жел соқса салқын самал келіп тұрады. Мына жерде қапырық. Янхуажан паркіндегі Дэн Сяопиннің ескерткішіне жеттік. Әжептәуір биік жерге орнатылған екен. Әзір шықтық терлетпек үшін. Енді бұл кісінің осы жерде тұруға толыққанды құқығы бар. Өздеріңіз тарихтан да білетін шығарсыздар. Дэн Сяопин билікке келгеннен кейін осы 1980 жылы Шэньчжэнь ерекше экономикалық аймақ болып құрылды ғой. Сол Дэн Сяопиннің 4 модернизация реформаларының бірі осы болатын. Қытайда еркін экономикалық, арнайы экономикалық аймақтар құру. Сол 80 жыл 4-еу құрылған болатын. Осы Шэньчжэнь, Чухай, Шантоу және Сиаман. Міне содан бері неше жыл өтті? 30-35 жылдай өтті ма? Сол кезде 80 жылдары Шэньчжэнь деген бір 30 мыңға халқы жетер-жетпес қана кішкентай аулайтын ауыл болатын. Қазір міне 18 миллионға жетті халқы, және ол тоқтанбайтынды көрініп отыр. Қытайдың статистикалық мәліметтер бойынша соңғы жылдары үлкен қарқынмен өсіп жатқан 3 қала бар дейді. Солардың бірі осы міне Шэньчжэнь. Шэньчжэнь өзіміз бүгін көріп шықтық. Ірі орталықтардың барлығын. Әлемдік супер мегаполистерден ешқандай кемістігі жоқ. Осы Қытайдың соңғы 30-40 жылдағы қарқындап дамуының ең басты себепшісі осы Дэн Сяопин. Бүгін ана жарықпен болатын шоу болмайды дейді. Біз алдында интернеттен оқып алған болатынбыз. Әр жұма және сенбі күндері болады. Бүгін сенбі күні ғой, келіп тұрсақ та мына жердегі полициялардан сұрасақ айтады болмайды дейді. Неге десе, ертең жексенбі күні бүкіл Қытай бойынша жаңағы біздік сияқты бірыңғай ұлттық тест тапсырады. Сол үшін осы сенбі күнгі жаңағы жарықтық шоуларды барлығын болдырмайтын болды дейді. Әйтпегенде осы мына қаладағы мына жерде тұрған бүкіл нелер, ғимараттар, көз алдымызда ғимараттардың барлығы анандай идиотты жарықтармен безендіріліп, музыка ойнап, әдемі шоу болушы еді. Сол көзімізбен көреміз бе деді, бұйырмады. Енді қонақ үйімізге қайтамыз. Бүгінгі саяхатымыз осымен бітті. Шэньчжэньдағы 4-ші күн, асықпай сағат 10-ға қарай тұрдық. Бүгін кешке қарай жол жүруіміз керек. Сағат 5-те пойыз. Алдымен Гуанчжоуға барып, сосын Гуанчжоуға түнгі пойызға отырып, ары қарай Чаңжиэжэге кетуіміз керек. Қытайда әдетте қытайлар өз машиналарын мінбейді деп жатамыз ғой. Бұл жерде қарап көрейік. Honda. Міне қазақтардың жақсы көретін камереттер. Жалпы негізі қытайлық машиналар көбірек сияқты. Бірақ енді шетелдік машиналарды мінетін көріп тұр. Көбінде Toyota, BMW, тағы не жапондық және неміс брендтарын көбірек мінеді екен.
пляжға бара жатырмыз. 2 күн бұрын біз сол жерде папамен бірге құмнан қамал жасағанбыз. Көрейін деп отырмыз. Одан бірдеңе қалды ма, жоқ па? Біз мына жерге келдік. Біздің құмнан жасаған қамалдан мүлдем ештеңе қалған жоқ. Бірақ біз білдік солай болады деп. Құдай айналдырасың. Не мына жерде болған, бірақ ештеңе қалған жоқ. Мә, қараш балаларға? Әне, балаға. Аха. Мама қайда? Мама! Айока. Кетейік. Шэньчжэн темір жол вокзалына келдік. Шэньчжэнде бірнеше темір жол вокзал бар. Біз әдейі осында алдық, өйткені біздің Гуанчжоудан ары қарай Жаңжия жаққа кететін, Байюн дейтін Гуанчжоу, Байюн дейтін темір жол вокзалына осы арадан тура жүреді. Сол Гуанчжоуда ары бері вокзалдардың арасында жүрмес үшін осы Лоху деп аталады, және Шэньчжэн деп аталады осы темір жол вокзалы. Осыдан отырып Гуанчжоуға барамыз. Гуанчжоуда бір 2 сағаттай уақыттан кейін түнгі пойызға отырып Жаңжия жаққа жол тартамыз. Қытайда андай қолға билет бермейді. Сол барлық паспортыңыз, өзіңіздің паспортыңыз сол билеттің рөлін атқарады. Мысалы біз қосымша арқылы алғаннан кейін қазір паспортымызды береміз, сол арқылы өтетін боламыз. Осы паспортыңызды әрқашан алып жүруіңіз керек. Қолға билет бермейді, электронды билет дегенің өзді анада жеке шығармайсыз. Паспортыңызды скандайды, сонымен кіре бересіз. Гуанчжоу Байюн дейді. Ау, сұрайық, біздікі 6 ғой. 6号. Біздікі бір не арукан. Алға қарай жүре бер, Ана жер қоя салайын мен, Бізде А, С және Д. Ана жаққа отырмын, мен өткен жол сияқты мына жерге отырамын. Терезенің алдында мамаң отырсыншы. Нет, все на ножу. 各位旅客，欢迎乘坐本次列车。担任本次列车。 Жоғары жылдамдықты темір жол желісі бойынша Қытай қазір әлемде бірінші орында. Қытайдың жалпы ішкі жоғары жылдамдықты темір жолдарының ұзындығы, жалпы ұзындығы 45 мың. Осы 2024 жылғы дерек бойынша 45 мың шақырымды құрайды. Ең алғаш рет 2008 жылы іске қосылған болатын Бейжің Тяньжин арасында. Содан бері үздіксіз дамып келе жатыр. Алғашқы пойыздары CRH деп аталатын, China Railway High Speed дегеннен қысқартылып жасалған. Қазіргі кездегі бұлардың пойыздары, соңғы буын пойыздары Fuxing деп аталады. Толығымен Қытайда жобаланып, Қытайда жасалған пойыз. Алғашқы пойыздар әрине Жапонияның аса жылдам пойыздарының үлгісі бойынша жасалған ғой, солардың технологиялары бойынша. Соңғы мына Fuxing пойыздары толығымен Қытайда жобаланып, Қытайда толығымен жасалған өздерінің ұлттық өнімдері. Пойыздың қазіргі жылдамдығы бұдан да тез жүре алады, бірақ қала арасында осындай жылдамдықпен қатынайды екен. Мұндай жылдамдықта пойыз жүріп емес, ұшып келе жатқандай. Қойып қойған судың шайқалысы осы. Жай қоя салған дөңгелекті чемоданның өз орнынан қозғалмайды. Мынау бірінші классты вагон. Бағасы 2 еседей қымбат. Қымбат болғаннан кейін ешкім алмайтын болу керек. Екінші классты вагондар. Біздің отырған вагонымызда сол екінші классты. Бұлар арзанырақ. Билет бағасына келетін болсақ, біз осы Шэньчжэннен Гуанчжоуға дейінгі 2 сағаттық жолға
билетті $11 сатып алдық. Яғни 6.000-ға жоқ дейік қой. 14 жасқа толмаған балаларға 50% жеңілдік бар. Салыстырмалы түрде қымбатырақ әрине. Әжетханаларды кеңші тап-таза, қол жуатын жері. Унитазларды қолайлы. Жалпы Қытайдағы мен қоғамдық әжетханаларда ұнаған осы бүкіл жерге осындай унитаз қояды екен. Гуанчжоу Байон теміржол вокзалы ең жаңа вокзал. Ашылғанына 1,5 ғана жыл болды ғой деймін. 23 жылдың желтоқсанында ашылған болатын. Бұл енді күніне 360 мыңдай адамға қызмет көрсетуге арнап салған вокзал. Бұл жерде 11 платформа, 24 жаңа жол жолақтары бар. Вокзал 7 қабаттан тұратын. Осы вокзалдан енді қазір Жаңжажеге баратын түнгі пойызға отырып әрғай жол тартамыз. Жаңжажеге баратын пойызға отырдық. Бұл қытайлық плацкарт. Енді осымен жол амандығын берсе, ертең түске таяп Жаңжаға жетіп қаламыз. Енді Жаңжажеде көріскенше.